Мейіржан Қазыбекұлының жақында жарық көрген әні. Ана туралы ән енді шығу тарихы ол жалпы қазақ аналарына байланысты, және де өзімнің өмір тарихыма да байланысты жазылған дүние. Бала кезімізден анамызға деген өлең шумақтарын жолдап жүрдік. Сағыныштан өлең шумақтар жолдап жүрді. Және де болашақта осы өлең шумақтарын ән ретінде халыққа жолдасақ деген ойымызбен шығардық. Жастайынан өнерге бейім әнші, өнерін ең алғаш ұштаған жандар мен туған жері туралы сыр шертті. Әкемнің әкесі, атамыз Балқаш маңының жанында, Ақтоғай ауданында Айыртас деген ауыл болатын. Сол Айыртас деген ауылға жастайымыздан жазғы демалыс кездерінде барып тұрған кезде барып жүретінбіз. Сол жердің табиғатына деген сүйіспеншіліктен басталған. Мектеп табылдырғанда өлең жазатынбыз. Балқаш қаласының ең жас ақын деген үздік номинацияны алғанбыз. Шоу-бизнеске келуімізге Бауыржан ағамызбен Қуаныш Құманбаев ағамыздың жол көрсетуімен келдік. Тыңдарманға сапалы туынды ұсынамын дейтін азамат қандай композиторлармен жұмыс жасап жатқанын ашып айтты. Қазіргі таңда Бауыржан Есебаев ағамыз жол сілтеп жатыр, және Қуаныш Құманбаев ағаларымыз мен жұмыс жасаудамыз. Шығармашылығында жаңалық көп деп ағынан жарылған әнші болашаққа құрған жоспарларымен де бөлісті. Жақын арада тағы да 4-5 ән дайындап жатырмыз. 1-2 клип түсіруге де жоспарлап дайындалып жатырмыз. Дайындап жатқан 4-5 әннің ішінен 1-2 клип түсіргелі жатырмыз. Қазақстан